Бірінші сұрақ: адал микрокредиттік ұйымды алаяқтардан қалай ажыратуға болады? Біріншіден, барлық компаниялық микроқаржылық ұйымда болған компаниялардың лицензиясы болу қажет. Оны қаяқтан біле аламыз? Біріншіден, осы Қазақстан Республикасының қаржы нарығының реттеу және дамыту агенттігінің өзінің ресми сайты бар. Сол сайтқа кірген кезде ол жерде толық барлық микроқаржылық ұйымдарының тізімі бар. Сол жерде егер лицензиясы болатын болса, сол сайтта табуға болады. Ал егер компанияның лицензиясы болмаса, ол сайтта болмаса, онда оны алаяқ деп айтса да болады. Екінші сұрақ: егер сізге алаяқ қоңырау шалса, не істеу керек? Ең біріншіден, егер сізге алаяқтар қоңырау шалатын болса, онда олардың артынан егеруге болмайды. Себебі көбінесе олар звондаған кезде сізге сіздің жеке мәліметтеріңізді білуге, одан кейін сіздің картаңыздың артындағы 2-3 цифрды білуге звондайды. Егер сіз оның артына ермей телефонды қойып, өзіңіздің банкіңізге немесе микроқаржылық ұйымыңызға звондап сұрасаңыз болады. Мысалы, мен өзім осы жағдайға түскен кезде, олар маған звондады, мен ол телефонды тастап, қайтып банкке звондап сұрасам, олар маған айтады: біз сізбен соңғы рет 2 ай бұрын ғана сөйлестік. Ол не дегенді білдіреді? Біріншіден, ол алаяқтардың звондағанды. Сондықтан телефонды көтермеңіз, ешқашан өзіңіздің жеке мәліметтерді айтпаңыздар, және онан қоса өзіңіздің картаңызды, дебеттік картаңыздың ешқандай ақпаратын сол алаяқтарға бермеңіздер. Одан басқа, егер үйіңізде ересек адамдар болатын болса, қариялар болатын болса, соларға да барлық ақпаратты жеткізіңіздер, себебі көбінесе солардың қолына түсетін осы қария біздің ата-апаларымыз. Соларға мәліметтің бәрін жеткізіңіздер. Үшінші сұрақ: шағын несиелерді алаяқтың қандай түрлері бар? Түрлері өте көп. Оның ішінде ең бастапқысы осы жеке мәліметтермен сіздің мойныңызға несие алатын жағдай болады. Кейбір кезде сіздің картаңызды ақшаны алып қою мүмкін. Сондықтан қазіргі кезде менің білетін ең әйгілі тәсілдердің бірі, ол сізде департамент полициясынан біреу звондап тұр деп айтады. Сөйтіп айтқаннан кейін сіздің мойныңызға несие іліп қою мүмкін. Одан басқа, сіздің қателікпен сіздің телефоныңызды номеріңізге ақша жібердім, сіз маған қайтарып беріңізші деп кейбір кезде звондайды. Осы сөйтіп звондаған кезде ол көбінесе ол алаяқтар. Сондықтан мен әрдайым айтамын: ешқашан өзіңіздің жеке мәліметтеріңізді бермеңіздер, ешкімге ешқандай ақшаны аудармаңыздар, және өзіңіздің картаңыздың ешқандай мәліметін ешкімге бермеңіздер. Ол қазіргі ең әйгілі тәсілдер. Төртінші сұрақ: алаяқтың жаңа түрлері туралы ақпаратты қайдан табуға болады? Ең бастапқы осы, әрине, қазіргі кезде енді ештеңе нәрсе орында тұрмайды. Күнде күнге дейін барлығы дамып жатыр, сондықтан оны алаяқтың түрлері де күннен күнге дейін дамып жатыр. Оның қай жақтан біле аламыз? Біріншіден, Қазақстан Республикасының қаржы нарығының реттеу және дамыту агенттігінің ресми сайты бар, fingramota.kz. Сол сайтқа кіретін болсаңызда, ол жерде бөлек айдар бар. Айдардың ішінде абайлаңыз алаяқтық деп аталады. Сол жерге кірсеңіз, осы агенттік күнделікті түрде осы алаяқтың жаңа түрлерін сол жерде жазады, және қандай осы сіз ақпаратпен танысып, сіз жайлы барлық керек нәрсені білуіңізге сол жерде болады. Сондықтан сол жерге жазылыңыздар, сол жерде тексеріңіздер, күнде оқысаңыздар да болады. Бесінші сұрақ: шағын несиелер базасында өз нөміріңізді қалай жоюға болады? Егер сізге өте жиі хабарласып тұратын болса бір ұйымнан, онда сіз сол ұйымға барып арызыңызды жазасыз. Егер сізге қатты азаннан кешке дейін звондап сізге мазалатын болсаңыз, онда сол нөмірге өзіңіз жазып, менің нөмірімді базадан алып тастаңыз деп жазсаңыздар болады. Немесе ол сізге көмектеспесе, онда сіз осы мен айтқандай Қазақстан Республикасының қаржы нарығының агенттігін, реттеу және дамыту агенттігінің өзінің сайты бар, және одан басқа ол жердің офисі бар. Сол жерге барып арызыңыз жазсаңыз болады. Осындай ұйым маған азаннан кешке дейін мазалап жатыр, звондап жатыр, менің нөмірімді өздерінің базасын жойып, маған ешкім хабарласпасын деп айтса болады. Құрметті достар, мен өзімнің атымнан сіздерге бірінші беретін кеңесім, ол әрдайым қаржы сауаттылығыңызды арттыру керек. Ешқашан алаяққа артынан ермеңіздер, өте көп оқып, өзіңіздің сауаттылығыңызды арттырыңыздар, және үйде жатпаңыздар.